Жалпы ғимараттың аумағы өте үлкен. Жанында қазіргі күнде бұл тарихи орын болғандықтан, және де бұл орынды, бұл мекенді, бұл ескі ғимаратта British Heritage дейді, британдық үкімет өзінің арнайы қорын жасақтап, сол қорын сақтауға тырысып да, келешек ұрпақтарға сақтап, осының барлығын Британия империясының мықтылығын, күштілігін көрсетудің мақсатында дәріптеу. Сондықтан да өте көп жылына туристер келеді. Осында туристердің бір кірген құны мөлшер шамасы 7-8 мың теңге болады. Ал егер сізде осы қалада тұрған деген құжат болатын болса, осы қаланың тұрғыны болатын болса, Leeds City Council деген бар, әкімшіліктен сіз арнайы құжаттан тапсырып, өзіңіздің карточкаңызды алсаңыз, сонда тегін кіресіз. Сондай бір қызық жағдайлар бар. Бұнда кірген кезде бұл жерде, елді мекенде көп фестивальдар өтеді. Сыра фестивалі, арнайы киімдер фестивалі, одан кейін сәуір, мамыр айларында әрбір күндерінде бір адамдарды осы мекенге алып келу үшін көптеген ойындар ұйымдастырылады. Осының барлығы сол осы елді мекенге адамдардың қызығушылығын таныту, және де туристерді көбіне тарту. Мына тұрған ғимарат Kirkstall аббатство деп аталады. Тарихы 12-ші ғасырдан басталған. Бұл мына жерде шіркеу болған, монастыр болған, монахтардың осында тұратын мекені болған. Осында өздерінің тұрғылықты мекендер болғаннан кейін мұнда 2000-нан астам адам тұрған дейді. Олар Құдайға тәубе еткен, өздерінің тіршіліктерін жасаған. Осы алаңқайлардың барлығында дерлік көкөністер, жеміс-жидектердің барлығын еккен көрінеді, мал баққан көрінеді. Мына тұрған алдымыздағы ғимарат бұл таза қойма болған. Мына тұрған ғимарат осы қойма болған екен. Бұл жерде өздерінің азықтарын барлығын сақтаған. Арнайы мұнда су кіретін, ар жағында өзен ағып жатыр. Сол өзеннің ар жағындағы арнайы жол қазып, осында келген көрінеді. Ал жалпы қысы жазы мұнда тұрғандықтан өздерінің жылу қазандықтары болған. Қазандық деген қалай? Мына бүкіл ғимараттың барлығын қыздыру, жылыту мүмкін емес. Сол себептен де арнайы бір ғана бөлмелер болған, сол бөлмелерді ғана жылытқан көрінеді. Сол 12-ші ғасырда салынса да, бірақ бір уақытта салынбаған. Әр ғасырда, әр жылдарда кезекті бір бөлмелері қосылып отырған. Жалпы ғимараттың өз биіктігі мына жерде тұрған кезде, мына төбеге дейін 12 этаждық үйдің биіктігіндей. Оның ар жағындағы биік ғимараты, мұнарасы деп айтайық. Ол мұнарасы бір 20-25 қабаттық үйдің биіктігімен пара-пар келеді. Мына жерде аты жазылған 1944-1980 жылдары осында қызмет етіп, осының сақтауға, осының ішінде бір жұмыстарын жүргізуге бір қатар азаматтар еңбек еткен. Көбінесе бұл меценаттықтар, яғни өз ақшаларына, өз қаражаттарына қызмет көрсетіп, осы ғимаратты сақтап қалуға тырысқан азаматтар. Бірақ дегенмен де табиғаттың аты табиғат. Қазір мына ауаның ықпалына, жаңбырдың ықпалына төзіп болмайды. Бұл барлығы известняктан жасалған.
мына материалдардың барлығын қарасаңыздар, әрбір жерлерінен топырақ түсіп кеткен, ол жерлерге ағаштардың дәндері түскен, көбінде төбесінде мына жерден ағаштар өсіп тұр. Бүгін өкінішке орай жабық, сол себептен де мен сіздерге сыртын көрсетейін. Жалпы былайдан жақыннан келіп қарасаңыз, тұнып тұрған тарих дейсіз ғой, қалай десеңіз де бәрі мына жерде қаншама адамдың жаны қиылды осыны салуда, қаншама күш кетті, қаншама адамдар осы жерде жерленгенде шығар. Бұл британдықтар үшін жалпы табиғи құбылыс. Монастырлардың жанында, монастырлардың осы жерінде монахтарды жерлеу алысқа апармай-ақ, бізде де көбінесе оңтүстіктерде ғой, оңтүстіктерде адамдар тұрған өз үйлерінің бұрыштарында аталарын жерлейді. Сол сияқты бұл жақта да бұндай өздерінің үрдістері бар. Мен көрген ең көне зираттың жасы 1323 жылғы болды. Ойлаңыздар, 1323 деп сол кезде датасын беріп, араб цифрларымен жазып кеткен екен. Қалай жазды, кім жазды, кім үшін жазды әйтеуір белгісіз, бірақ сондай жазбалар сақталып қалған. Аның сыртында түрлі картиналар іліп қойған. Жалпы ауа райы бүгін тамаша болып тұр. Өте үлкен құрылыс. Өте үлкен ғимарат. Ғимараттар комплексі десем болады. Себебі ортасында алтарь болатын болса, одан кейін өздерінің тұрмыстық бөлмелер болған, арнайы жатын бөлмелер болған, одан кейін ас ішетін бөлмелер болған, ас дайындайтын бөлмелер болған, ойын ойнайтын, өздеріңіз білесіздер, жалпы одан кейін британдықтар сыра қайнатып, өздері вино қайнатып, ерте заманнан іше береді. Сол себептен де өздерінің сондай арнайы бөлмелер өте көп болған. Бұның барлығында ойлаңыздаршы, осыдан бір 5-6 ғасыр бұрын толып жүрген монахтар болған адамдар. Мына жерлерге келіп қалай корольдар осы жердегі монахтармен, епископтармен кездесіп, олардан ақыл кеңес сұрап, себебі орта ғасырларда монахтардың сол діни қызметкерлердің сөзі басым болған. Және де олар егер айтатын болса, мынау адам кәпір, мынау адам жаман дейтін болса, оның басын алып тастау деген өте жеңіл әрі жиі болып тұратын үрдіс болған. Міне қараңыздаршы, мына жерлерде табиғатқа қарсы ештеңе жасай алмайсың. Міне адамзаттың қараңыздар, барлығын төбесінде мұндай ағаштар өсіп кеткен. Ағаш, гүлдер, оның барлығы ақырындап мына салып қойған тастардың арасындағы балшықтың барлығын езіп жатыр. Езіп деген кезде қалай жарып тастап жатыр. Бәрі жыл өткен сайын уақыт деген алып, сындырып. Міне мына мекен-жайдың картасы. Мынандай өзен ағып жатыр. Бұл өзеннің аты Эр деп аталады. Мұнда қандай құстар мекен етеді, қандай балықтар мекен етеді. Сазан, карп, щука, жылан балық. Мынандай бір шымшықты бір құс бар екен. Одан кейін тырна келеді екен. Жалпы мұнда мынандай өзен осылай, Эр деген өзен осылай ағып жатыр. Әп-әдемі болып. Осы өзеннен ғой мына мекенге су тартып қойған. Жалпы мына жердің иісі деген мұрынды жарады. Тура керемет.